Сәлеметсіздер ме? Бүгін көп мүшелер тақырыбын қарастырайық. Жалпы көп мүшелер дегеніміз не? Жазайық. А0 x-тің n дәрежесі қосылған А1 x-тің n-1 дәрежесі қосу А2 x-тің n-2 дәрежесі қосу тағы сол сияқты n-1 x қосу n. Мынаны бір деп белгілеп қояйық. Бірінші форма. Осы түрде берілген өрнек бізде мынау бір айнымалысы бар көп мүше деп аталады. Жазып қояйық. Бір айнымалысы, мен мұнда қысқартып жазамын. Бір айнымалысы бар көп мүше деп аталады екен. Яғни бір айнымалысы бар дегеніміз, өздеріңіз көріп тұрғандай, мына жерде тек x деген айнымалылар берілген. X-тан басқа мұнда y, z, тағы сол сияқты сіздер басқа айнымалы көріп тұрған жоқсыздар. Сондықтан бұл бізде бір айнымалысы бар көп мүше деп аталады екен. Енді астына әрі қарай түсінікті болу үшін жазып қояйық. Мұндағы А0, А1, А2 және тағы сол сияқты AN-1, AN. Бұлар бізде осы көп мүшенің коэффициенттері деп аталады. Коэффициенттері. Яғни коэффициент дегенді қалай түсінеміз? Олар бізде 1 болуы мүмкін, 2 болуы мүмкін, 3 болуы мүмкін деген сияқты мына жерде А-ның орнында қандай да бір натурал сандар беріледі. Енді әрі қарай x дегеніміз жаңа мен айттым. Осы көп мүшенің айнымалысы. Көп мүшенің айнымалысы. Әрі қарай n дегеніміз мұнда тұр, n, n-1, n-2. Бұл дегеніміз x айнымалысының көп мүшенің, яғни дәрежесі деп аталады. Көп мүшенің дәрежесі. Яғни мына жерде 5x квадрат плюс 5x болуы мүмкін. Сонда бізде квадрат дәрежелі көп мүше, 5 дәрежелі көп мүше деп біз атай аламыз. Мысалға, көп мүшелер мына түрде беріледі. 3x квадрат минус 5x плюс 1. Мұнау бізде көп мүше деп аталады. Жаңа айтып кеттім, мына коэффициент бізде 3. Мына көп мүшенің коэффициенті 3-ке тең. Айнымалысы x және көп мүшенің дәрежесі квадратқа тең екен. Квадрат дәрежелі көп мүше. Және енді мұнда жазып кетейік. 2x квадрат y плюс 3x квадрат минус 4. Мұнау бізде, қараңыздар, енді бұл бізде бір айнымалысы бар көп мүшеге жатпайды. Мұнда бізде не көріп тұрмыз? 2 айнымалы көріп тұрмыз. X және y деген. Сондықтан бұл бізде 2 айнымалысы бар көп мүше деп аталады. 2 айнымалысы бар
көп мүше деп аталады. Және дәрежелері квадраттарға тең. Сондықтан квадрат дәрежелі көп мүше, екі айнымалысы бар көп мүше. Енді әрі қарай мынаны қарастырайық. Қандай өрнектер көп мүшеге жатпайды? Мұнда жазып қояйын мен. Көп мүшеге жатпайтын өрнектер. Яғни көп мүше болмайтын өрнектер. Қос нүкте қойып қояйық. Мысалға мына түрде берілсе 1 бөлу x плюс 2. Мына өрнек бізде көп мүшеге жатпайды. Неге? Себебі біздегі айнымалы x бөлшектің бөлімінде берілген. Сондықтан бұл бізге көп мүшеге жатпайды екен. Егер бөлшектің бөлімінде келсе айнымалысы. Келесі мынаны 1 деп қояйын. Келесі екінші. Егер түбір астында x қосылған 1. Мына өрнекте бізде көп мүшеге жатпайды. Неге? Себебі берілген айнымалының дәрежесі бөлшек түрінде беріліп тұр. Неге десеңіздер, себебі мынау түбір дегеніміз ол бізде 2-ден 1-ді береді, я? Тең деп қояқшы. X-тің 2-ден 1 дәрежесі қосу 1 деген өрнекті береді мұнау. Сондықтан бұл бізде көп мүшеге жатпайды. Көп мүшеге жатпайды. Дәрежесі бөлшек болғандықтан. Келесі үшінші деп қояйын. X-тің минус 2 дәрежесі плюс 3. Мына өрнекте бізде көп мүшеге жатпайды, себебі дәрежесі теріс сан болып тұр. Мінекей. Енді әрі қарай мысалдар қарастырайық. Мысалдар. Так, астына жаңа бет ашайық. Ұқсас немесе шартын жазып керек емес, мен бірден есепті жазайын. 12x квадрат минус 7x плюс 5x минус 3x квадрат. Енді бізде есептің шартында айтып тұр. Ұқсас мүшелерді біріктіріп, өрнектерді ықшамдаңыз дейді. Өздеріңіз көріп тұрғандай, жаңа мен түсіндіргендей, мынау бізде көп мүше, бір айнымалысы бар көп мүше деп аталады. Тек қана бір ғана айнымалы берілген x айнымалысы. Дәрежесі квадрат. Енді бұл есепті шығару үшін не істейміз? Қалай ұқсас мүшелерді біріктіреміз? Бірінші қараймыз. Бізде ұқсас мүшелер дегеніміз квадраттары бар мүшелер және квадраттары жоқ мүшелерді біріктірейік. Мысалы 12x квадрат және минус 3x квадрат. Квадраттары бар бізде екі мүше ғана, е? Келесі және x бізде екеу берілген, яғни минус 7x плюс 5x. Енді осы ұқсас мүшелерді бір-біріне қоса аласың, азайта аласың. Ал мысалы 12x квадрат пен минус 7x-ті біз азайта алмаймыз. Себебі олар әртүрлі мүшелер. Енді есептейік. Так, есептемес бұрын біз бір ережені ұмытпауымыз керек. Қандай? Яғни таңбалар. Бізде көп оқушылар неден көп қате кетіреді? Таңбадан. Есепті қарайды, мысалы 12x квадрат және 3x квадратты көреді. Оны қосама, азайтама, таңбасына қарамайды, бірден қоса салады, қосқысы келсе, азайтқысы келсе, азайта салады. Мына жағдайда не істейміз?
12х квадраттың таңбасына қараймыз. Алдында минус таңбасы жоқ. Сондықтан бұл бізде оң сан болып саналады. Енді 3х квадратқа қараймыз. Алдындағы таңбасына минус таңбасы тұр. Сондықтан бұл бізде теріс сан. Енді не істейміз? Оң сан мен теріс сан келді. 12х квадрат және минус 3х квадрат. Әлбетте азайтамыз. Егер қосу тұрған жағдайда біз қосар едік. Енді 12х квадраттан 3х квадратты азайтсақ, 9х квадрат. Әрі қарай. Енді қараймыз. 7х және 5х таңбаларына міндетті түрде қараймыз. 7х-тің алдында бізде минус таңбасы тұр, 5х-тің алдында плюс таңбасы тұр. Минус бірінші тұр, плюс екінші тұр. Не істейміз? Минус 7х плюс 5х. Мынандай болса, біз әлбетте азайтамыз. 7х-тан 5х-ті азайтамыз және үлкен санның таңбасын сол шыққан санның алдына қоямыз. 7х-тан 5х-ті азайтатын болсақ, минус 2х. Минус 2х. Жауабы осы болар екен. Келесі есеп. Сәл күрделендірейік. 12аб квадрат минус б куб минус 6аб квадрат плюс 3а квадрат б минус 5аб квадрат плюс 2б куб. Ал айнымалыларына қараймыз. Бұл жерде бізде көп мүшеміз бір айнымалыға жатпайды, екі айнымалыға жатады. Неге? Себебі бізде екі түрлі айнымал берілген, А және Б. Сіздер ойламаңыздар, тек X пен Y қана болу керек екен деп. Әріптермен M, N деп та беріледі, Z, Q, D деп та берілуі мүмкін. Яғни қараңдар, А және Б айнымалылар берілген. Мынау көп мүшені есептеу үшін біз не істейміз? Ұқсас мүшелерді біріктіреміз, азайтатын азайтамыз, жоятынын жоямыз. Енді қарайық. Бірінші бізде ең үлкен дәреже куб, дұрыс па? Сондықтан соларды іздейік. Бізде минус b куб және куб бар, бізде плюс 2b куб. Әрі қарай бұдан кейінгі төмен дейміз дәрежені квадрат. 12аб квадрат, x сызықпен сызайық. Және аб квадратқа ұқсайтын мүше тағы да минус 6аб квадрат. Енді қарайсың тағы да осындай минус 5аб квадрат. Яғни квадраттар b-ның дәрежесінде тұр. Енді қараймыз, мұна 3а квадрат b-ны бұған жатқызбаймыз. Ұқсамайды. Себебі неге? Себебі дәреже a-да тұр. А айнымалысында. Бұны бөлек сызықпен көрсетейік. Енді есептейміз. Ұқсас мүшелерді қосамыз, азайтамыз. Бірінші бізде b куб және 2b куб. b кубтың таңбасына қараймыз. Минус және 2b кубтың таңбасы плюс. Жазып аламыз. 2b куб. Не істейміз? Минус плюс тұрғандықтан әлбетте азайтамыз. Бірақ үлкен санның таңбасы қойылады. Бізде үлкен сан 2 болып тұр, ал минус дегеніміз ол минус 1. Егер 2-ден 1-ді азайтатын болсақ, 1-дің өзі шығады, бірақ үлкен санның таңбасы плюс болғандықтан плюс b куб. b куб қана қалады. Мына жерде 1 деген сан бар, оны бізде жазудың қажеті жоқ. Сондықтан жазамыз b куб. Келесі квадраттар. Бірінші мұнан жазып алайық, жалғыз және a-ның квадратында тұр. a әрпі b-дан бұрын тұрғандықтан осының бірінші ретімен жазайық. Плюс 3a квадрат b.
Әрі қарай 12ab квадрат минус 6ab квадрат және минус 5ab квадрат. Есептейік. Егер ойша есептей алмасаңыздар, міндетті түрде бастапқы кезде жаттығу үшін жазасыздар астына. Минус 6ab квадрат және минус 5ab квадрат. Таңбаларына мұқият қараймыз. 12ab квадрат минус 6ab квадрат. Болады бізде 6ab квадрат. Және одан 5ab квадратты азайтамыз. Мынаны таңбалары түсінікті, бұл жерде ешқандай қиындық жоқ. 6-дан 5-ті азайтамыз, 1 болады. 1-ді жазудың қажеті жоқ. ab квадрат. Яғни таңбасы плюс ab квадрат. Әрі қарай болды. Жауап бізде осы болады екен. Жақсы, келесі мысал. Келесі мысалды қарастырайық. Үшінші. 1/4-тен 1 x-тің 5 дәрежесі. Азайту 2-ден 1 x-тің 5 дәрежесі. Азайту 8-ден 7 x-тің 5 дәрежесі. Қараңыздар, мына көп мүшеде айнымалылардың дәрежелері бірдей. Солай ма? Коэффициенттері әртүрлі. Енді мынаны біз ұқсас мүшелер іздеп отырмаймыз, бірден азайта береміз. Қиындық тудырмас үшін ұқсас мүшелер, бірдей мүшелерді жақшаның сыртына шығарып жіберуге болады да, ішіне мынау коэффициенттерін қалдыруға болады. Яғни 1/4-тен 1 азайту 2-ден 1 азайту 8-ден 7 x-тің 5 дәрежесі деп жақшаны сыртына шығарып жібереміз көбейтуімен. Ешқандай мына жерде мен еш нәрсе өзгерткен жоқпын. Мынау екеуі бір нәрсе. Егер мынаны көбейтіп ашатын болсам, мынаның өзі шығады. Енді мынаны бір-бірінен, мына бөлшектерді бір-бірінен азайту үшін істейміз, ортақ бөлім береміз. 4x8-ге. Алдымен мынау аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырып алайық. 4-тен 5 болады. 1-ді 4-ке көбейтіп 1-ді қосамыз. Азайту 2-ден 1, азайту 8-ден 7. Көбейту x-тің 5 дәрежесі тең. Ортақ бөлім 4x8-ге білеміз 8. Ой, қосайып кете берді. 8. 8 4-ке бөлем 2, 8-ді 2-ке бөлем 4, 8-ді 8-ге бөлем 1. Енді көбейтіп шығамыз. 2-ні 5-ке 10, азайту 4-ді 1-ге 4, азайту 1-ді 7-ге көбейтеміз 7. Көбейту x-тің 5 дәрежесі тең. Азайтайық. 10-нан 4-ті азайтамыз 6, 6-тан 7-ні азайтатын болсақ, минус 1 бөлу 8 x-тің 5 дәрежесі. Жауап осы екен. Енді әрі қарай тағы да көптеген мысалдар бар. Күрделендіріп алып кетеміз әрі қарай. Оқушыларға айтарым, есеп шығарғанда міндетті түрде таңбаға мән береміз. Дәрежелеріне қараймыз. Көп мүшелердің ұқсас мүшелерді дұрыс біріктіреміз. Азайтасыздар. Сосын көп оқушылардың кетіретін жерлері таңбалары. Сосын көп мына мысал тақырыпты түсінеді.
оңай екен ғой деп өзінің есебін алып шығарады. Бірақ ережелерді, формулаларды қолданып, барлық ережені қолданып шығарады, бірақ есебінде қате кетеді. Неге? Себебі бастауыштан үйренген айтады ғой, базаны толық меңгермеген, қайталамаған. Соның салдарынан есептен қате шығады. Мысалға, мынау мен жаңа ғана ортақ бөлім береміз, мына бөлшекті бір-бірінен азайту үшін деп айтамын, бірақ ортақ бөлімді әлі күнге дейін мысалы 7-8 сынып оқып жүріп, 11 оқып жүріп те түсінбейтін оқушылар бар. Неге? Себебі бастауышта дұрыс түсінбей қалғандықтан. Мына ортақ бөлім беруді мысалы 5 сыныптан бастап үйретеді. Сол кезде толық дұрыс базаны құймағандықтан кейін 7-8, 9 сыныптарда салдар шығады. Сондықтан міндетті түрде таңбаға мұқият көңіл бөлеміз. Ортақ бөлім беруді, ең кіші ортақ еселігі, ең үлкен ортақ бөлімін беруді 5 сыныптан бастап қайталаймыз. Егер қиындықтар тудырып жатса, төмендегі сілтеме бойынша менің ашық математика пәнінен ашқан ашық қауымдастығыма қосылыңыз. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Толық үйренгіңіз келсе маған жекеме хабарласыңыздар. Рахмет.